Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін ауызда еритін өте дәмді, құрамына ешқандай ұн қосылмайтын, ерекше ақуыздан рулет жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуыз салынған ыдыс құрғақ, таза болуы керек. Ақуызға сарының бір тамшысы да түспеуі керек. Себебі біздің меренгіміз дұрыс шықпай қалатын болады. Және де миксерімізде құрғақ, таза болуы керек. Ең төменгі жылдамдығымен миксерлей бастаймыз. Кішкене көпіре бастағанда қантты бірнеше бөлікке бөліп, 3-4 бөлікке бөліп, сала отырып, миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын бірте-бірте көтеріп, ең жоғарғы жылдамдығына дейін апарасыздар. Кішкене қоюлана бастағанда лимон қышқылын салып, араластырамыз. Осылай қою өз формасын жақсы ұстауы керек. Ыдысымызды төңкергенде ақуызымыз ақпауы тиіс. Енді кукурузный крахмалымызды салып, 10 секундтай ғана миксерлейміз. Біздің ақуызымыз дайын. Енді пергамент қағазға меренгімізді салып, бір келке етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 150 градуста 25-30 минут пісіреміз. Беті кішкене сарғайса болды. Енді кремімізді дайындаймыз. Бізге салқын кілегей, оның үстіне қант ұнтағын салып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен миксерлей бастаймыз. Жылдамдығын бірте-бірте көтеріңіздер. Кішкене қоюлана бастағанда сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырымызды салып, араластырамыз. Бізде бір келкі қою крем болады. Күрекшенің көмегімен артық ауыларын шығарамыз. Біздің креміміз дайын. Негізі бұл меренговый рулеттің оригинал рецепті бойынша тек қана кілегеймен жасалынуы керек. Кілегеймен жасасаңыздар да болады, бірақ та тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болады. Творожный сыр қоссаңыздар, керемет дәмді болады. Меренгіміз пісті. Енді біз бұны таза пергамент қағазына аударып қоямыз. Суығаннан соң қағазын алып тастаймыз. Суыған соң осылай қағазымыз оңай алынады. Енді кремімізді жағып, үстіне кез келген өздеріңіздің ұнататын жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Менде мұнда құлпынай немесе ешқандай ештеңе қоспай, тек қана креммен орасаңыздар да өте дәмді болады. Осылай пергаменттің көмегімен ораймыз. Сырты өте сынғыш болғанмен, ортасы өте жұмсақ, сондай нәзік болып шығады.
бетін өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Менде осындай қалған креммен безендіріп шықтым. Өте керемет, дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.